Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 68-ші сабақ 12-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Ересек оқушы. Әбілхан тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттағанда 25 жаста еді. Өмірінде оқулық ұстап көрмеген Әбілханға оларды түсіну қиын еді. Есеп тіпті ауыр. Бірде мектеп директоры Әбілханды шақырып оңаша сөйлесті. Сонан соң сыныбындағы екі баланы шақыртып алып, ертеңнен бастап Әбілхан сурет студиясында оқиды. Екеуін кезек-кезек студияға ертіп барып, оған тілмаш боласыңдар деді. Әбілханды ертеңінде суретші Хлудовтың үйіне Дәлденбаев ертіп барды. Үйден шашы аппақ қудай көзілдірікті шал шықты. «Қош келдіңіздер», деп үйге өзі бастап кіргізді. Жаркенттенсің бе?» деді ол. «Білем, ол жерлерде болғанмын. Тамаша таулы өлке» деп жер жанаты жетісуді жанындай жақсы көретінін айтты. Үйренуге сабақ алуға келдім дегенде Хлудов қатты қуанды. «Міне, жасым 78-інде. Өмірімде алғаш рет қылғалам ұстаған қазақ суретшісін көріп отырмын» деп қоштасарда бір қорап акварель қағаз берді. Мәтіндегі тірек сөздер оқулық, студия, тілмаш, жер жанаты, сабақ, суретші, қылғалам, акварель. Мәтін кім туралы? Мәтін Әбілхан Қастеев туралы. Әбілхан кімнен сабақ алды? Әбілхан суретші Хлудовтан сабақ алды. Мәтін неге ересек оқушы деп аталды? Себебі Әбілхан мектеп табалдырығын кеш аттаған, сол себепті мәтін ересек оқушы деп аталған. Мәтіндегі жалқы есімдерді ата. Мәтіндегі жалқы есімдер Әбілхан, Хлудов, Дәлденбаев, Жаркент, Жетісу сөздері. 13-ші жаттығу көптік жалғауларының тиістісін қойып жаз. Ауданда суретшілер жарысы өтті. Балалар сурет салуды жақсы үйренген. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды. Көпше түрдегі зат есімдердің астын сыз. Көпше түрдегі зат есімдер суретшілер, балалар, жеңімпаздар, сыйлықтар сөздері. Шығармашылық үзіліс 14-ші жаттығу. Өлеңді оқып, мазмұнына сай сурет салып көр. Суретші боламын. Суретші болам өскенде, саламын туған даламды. Қызарып батқан кештерді, жұмыстан қайтқан анамды. Бояуын құям аспанның, басына биік асқардың. Суретін салам сағынсам, бірге оқыған достардың. Балалар, сурет бойынша әдемілеп сурет саламыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.